Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет мини пиццалар жасайтын боламыз. Мини пиццалар әсіресе балдардың жегеніне ыңғайлы, өте дәмді. Егер де менің пиццамның рецепті ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Өте үлбіреген, дәмді, сыры еріп тұрған керемет мини пиццалар болып шығады. Пиццаның қамырын илеу үшін керек заттар: 100 грамм су керек, 50 грамм сұйық май керек, 10 грамм тұз керек, 5 грамм дрожь керек, және 300 грамм 250 немесе 300 грамм ұн керек. Алтын өткізіліп алынған. Суымды құям. Су жылы болу керек. Сұйық майымды құям. Тұзымды салдым. Дрожь салып араластырамыз. Дрожь ергенше жақсылап араластырамыз. Сөйтіп, ұнымызды алдын ала өткізілген ұнымызды жайлап салып араластырамыз. Бірінші қасықпен араластырамыз. Кейін қолдың көмегімен жақсылап илеп, жылы жерге 20 минутқа қойып қою керек. Қамырды қолмен илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек. Ашытуға қойып қоямыз жылы жерге. Қамырым ашыды. Енді оны ыдыстан түсіріп алып суалаймыз. Қамырды осылай 4 бөлікке бөліп алам. Сөйтемде оларды зуалап, осылай дөңгелек көлемде жаям. Менде мини пиццалар болады. Кетчупқа, майонезден кішкене қосып, осындай соус жасап, бірінші қамырымызға осын жағамыз. Осылай бәріне жағып шығам. Сосын салатын салманы дайындаймыз. Пиццаға салынатын салмаға піскен ет, бір помидор, цветной болгарскийлерден кішкене 2 түрінен алдым, және кукуруза бандойл, сосын майонез бен кетчуп. Мен жағып қойдым, уже бірақ қазір көрсетемін сіздерге қалай алғанымды. Сосын бізге сыр керек. Сыр менде ламбер. Ламбер жақсы ериді негізі. Сырды өткізіп алдым үкіштен. Етті майдалап турап, болгарскілерді турап, помидорын турап алдым. Кетчуп пен майонезді осылай екеуін араластырып жаққан болатын тұғым. Бірінші етімізді саламыз. Бір келі қылып. Сосын болгарский, цветной болгарскийімізді саламыз. Кукурузаны саламыз. Сосын туралған помидорларымызды саламыз. Помидор іріп салмай, өйткені мини болғандықтан помидорды майдалап турағам. Енді үкіштен өткен сырымызды саламыз бетіне. Осылай сырымыздың бәрін салып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешке 10 минутта пісіріп аламыз. Достар, міне пиццамыз пісті. Иісі деген керемет. Мини пиццалар, әсіресе балдарға ұнайды мини пиццалар. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.